Бүгінгі ертегіміз Ашкөздің жазасы. Сондай ауыр машақатлар менен артырылған тәжірибе адамның ақылын арттырады екен. Айға саяхатымнан соң Палхаримді аюдан құтқарудың қолайлырақ ұсылын ойлап таптым. Арбаның алдына үлкен бір аю келіп, ұзын тұтқышқа жағылған мол молақай балы жалай басылады. Ашкөз шенілікке берілгені соншелі, ұзын тұтқыш тіркемінің шынжыры алқымнан өтіп асқазанына жеткені һәм ақырында арқасынан шығып кеткенін де сезбей қалды. Менің ниетім де сол еді. Сол уақытта арбаның алдына жуырып бардым да ұзын тіркеме тұтқыштың аюдың арқасына шығып тұрған жеріне ұзын һәм жуан шеге қақтым. Аю тіркеме тұтқышқа байланды да қалды. Енді ол еш жаққа қозғала алмайды. Мен оны таң атқанша осындай ахуалда қалдырдым. Ертеңіне бұны есіткен Түркияның сұлтаны бұндай таптырмайтұғын хилеменен ұсыланған аюды көруге келді. Һәм оны ұзақ тамашалап тұрды да ішегі үзілгенше күле берді. Әне, осының менен бүгінгі ертеңімізді шумақлаймыз. Хош, сау болың.